Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shirali Shimkentimizning turg'undari. Buna bugun sizlarga o'tgan va'da berilgandek kundalik sadaqa fondi osonday bir ulkan ishlarani jariyalab o'tir. Oldimizda buni ko'rib turganlaringizdek 16 sotix yer. Bugun buna Ramazon oyining so'nggi 10 kuni Allohning mehrimi javob turgan vaqtda osonday biz janadan proyektni jariyalab o'tirmiz. Bu otbasida balları şakası ko'p, yetib qolgan bolalar, yetim jesirlar, uysiz qolgan, az qamtalgan osonday otbasılarga ko'mak retінде uy solib onu vaqfga beru. Vaqf deganimiz ol ne? Vaqf bu жерде толығымен өтпейді, вақытынша осындай осы жерде жағдайын жақсартқанша өмір сүреді, тегін отырады. Вақыттың әртүрлі формалары бар, оларды оны ақшалай қалдыруға да болады, жермен қалдыруға болады, ғимаратпен қалдыруға болады, біліммен қалдыруға болады. Бірақ біз қазір осының ішінен осындай үй салуды жоспарлап отырмыз. Аллаға шүкір, мына осы жерді бағасын төмендетіп, осындай вақыт, осындай жақсылыққа екен деген ағаларымыз осындай сүріп берді бағасын. Басқа бір бауырларымыз келіп оның 5 миллион ақшасын беріп қойды. Енді қалған осы сіз біз болып, тағы 9 миллион ақшасын жинап, осы үйді алу біздің алғашқы жоспарымызда тұр. Келесі жоспарымыз енді осындай сіздер көріп тұрғандай кемінде бір 20 отбасыға үй салу. Осы іс-шараға қаламыздың барлық ағайын мұсылман ағайын әпкелерімізді шақыртамыз. Бізбен бірге болыңыздар, өздеріңізді үлестеріңізді қосып қалыңыздар. Бұл уақытыншалық емес, бұл садақа жарияға жатады. Біз ертең бармыз ба жоқ па, бірақ артымыздан осындай жақсылықтарымыз келіп тұрады иншалла. Алла сіздерден де біздерден де разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.